Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздерге 2025 жылдың хит болып жатқан пирогы Орео пирогының рецептін ұсынбақшымын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызға қант және де сары майды құйып, араластырып дайындап алатын боламыз. Одан кейін ұнымызға какао және разрыхитель қосып, қамырын илейтін боламыз. Қамырын илеу барысында арасына ірті қалмайтындай етіп жақсылап илеңіздер қыздар. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ болып шығуы керек. Одан кейін 20 минутқа тындыруға қоясыздар. Салмасына 3 жұмыртқамызға 3 ас қасық қантымызды, 2 ас қасық кукурузный крахмал және де 5 ас қасық қаймағымызды қосып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Салмасы дайын болғаннан кейін осылай Орео печеньелерін алып үгітіп, салмасына араластырамыз. Кез келген форманы алып, қамырымызды осылай тегістеп жайып аламыз. Одан кейін вилканың көмегімен тесіктер жасап, салмамызды құятын боламыз. Салмасын құйғаннан кейін қалған печеньелерімізді бетін әрлеу үшін пайдаланатын боламыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 30-45 минут бойы пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін 2-2,5 сағаттай суытып барып кессеңіздер, ортасындағы салмасы ағып кетпей әдемі болып кесілетін болады. Осымен Орео пирогымыз дайын болды қыздар. Қамыры да салмасы да өте жұмсақ болып шықты, дәмі де ауызда ериді. Маған да отбасыма да өте қатты ұнады. Барлығыңызға ас болсын.